Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Боташка. Бүгін мен сіздерге қыстың күні ең керемет кез келген тағам түріне қосуға болатын, подливтерге қосуға болатын көкөністердің тоңазытқышта сақталу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп қойыңыздар. Бізге керекті заттар: укроптан 1 пучок, кинзадан 2 пучок, болгар бұрышынан 1 кило, помидордан 1 кило және де сәбізден жарты килограмм қажет болады. Укроп пен кинзаны жуу үшін міндетті түрде тұз және де сода қосып жууды ұсынамын. Себебі арасындағы құрттар немесе басқа да заттар болуы мүмкін. Соның барлығы тұз пен сода қосқан кезде суға шығып, укроптарыңыз, кинзаларыңыз таза жуылады. Бізге қажетті көкөністердің барлығын жуып, тазалап, сыртын ашып, дайындап аламыз. Содан соң турауға кірісеміз. Укропты, кинзаны майдалап, өзімізге ыңғайлы етіп тураймыз. Барлығын майдалап турап, бір ыдысқа саламыз. Аскөктің барлығын турап болғаннан соң міндетті түрде жайып қоямыз. Суы кебуі қажет. Болгар бұрышын өзімізге ыңғайлы етіп тураймыз. Мен жіңішке ұзынша етіп, соломка қылып турап шықтым. Қызанақты да барлығын тураймыз, өзімізге ыңғайлы етіп. Мен бұл қызанақты да ұзынша етіп, яғни соломка етіп турап шықтым. Сәбізімізді теркадан өткіземіз. Егер сізге бұлай ұнамаса, майдалап, турап қоссаңыздар да болады. Аскөктеріміз кепкен кезде осылай құрғап, қолымызға жабыспайтын болады. Осы кезде барлығын жинап, бір ыдысқа саламыз. Дағыны 100 грамм сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, барлығын пакетке бөліп салып, тоңазытқышта сақтауға жібереміз. Дәмі өте керемет, иісі бұрқырап, тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.